Жаңа жылда жаңа киім кию керек дейді. Жаңа болмаса да тәуекел өзіңе жарасымды сәнді киіммен қарсы алу керек деп айтады. Оның рас сандуғаш киім адамның болмысынан хабар береді дейді. Дұрыс айтасың, ендеше жұмысқа қандай киім киіп барған дұрыс? Стилист Жібек Мысалдаевадан білді. Жібек, қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Жібек, осы стильдің өзі бірнеше түрге бөлінеді емес пе? Классикалық бар, еркін стиль бар. Осы классикалыққа тоқталсақ, осы стильде қалай киінуге болады? Классика бұл уақытпен тексерілген бұрыннан келе жатқан стиль түрі. Ол өте актуалды және қандай жағдайда болмасын орынды болып келетін стиль түрі. Сәннен шықпайды. Иә, сәннен шықпайды. Біздің ойымызға ең бірінші ақ жейде менен қара белдемше келеді, иә. Бірақ ол онымен ғана шектелмейді. Габриэль Шанельдің тапқан кішкентай қара көйлегі, сабаққа да, жұмысқа да, сонымен қатар маңызды кездесуге де орынды болып келетін киім үлгісі. Әйелдерге арналған классикалық белдемшелі немесе шалбарлы костюмдер бар. Олардың түстері сан түрлі болуы мүмкін. Қоңыр сұр, ақ, қара да болуы мүмкін. Және де манекенге көңіл аударатын болсақ, бұл Коко Шанельдің тапқан костюмы қазір қайтадан сәнге оралды. Твит деген матадан жасалған. Ол өте сәнді, әдемі әрі жылы болып келеді. Заманға сай әрине кішкене өзгертулер жасалған, бірақ концепциясы өзгертілмеген. Жақсы. Жібек, енді жаңа ғана түс туралы айтып өттіңіз. Негізі кеңсе киімдері бір күңгірттеу, қара, қоңыр, сондай түстері талап ететіндей. Бірақ соларды біз қалай ерекшеленіп, жарқын, ол өткен киімде адамның көңіл күйіне әсер етеді дейді ғой. Сондықтан қаншалықты оны біз әрлендіре аламыз? Ең біріншіден мен айтып кететінім, сіздің жұмысыңызда егер униформа немесе ақ жейде қара белдемше талап етілмейтін болса, сіз киім фасонымен және түстерімен әртүрлі эксперимент жасасаңыз болады. Мысалы, мен киіп тұрғанда қара футляр көйлек немесе сіздің көйлегіңізде бұл футляр көйлектер ең біріншіден аксессуарлар массивті емес, кішкентай ғана болу керек, сағатыңыз кішкентай және де тізден төмен белдемше кигеніңіз жөн деп деймін. Мысалы, мына манекендегі жиынтыққа көңіл аударсаңыз, бұл жеңсіз жейде және де тізден төмен келетін белдемше. Бұны жұмысқа кисеңіз де болады, себебі жабық, аксессуарлар минималды болу керек және де түсі ақ. Меніңше майда кішкентай тізілген түймелерінің өзі бір әдемі ерекшелік беріп тұрады. Жібек ханым, менде бір тағы сұрақ бар. Осы биылғы жылға кеңселік киім кию үлгісі қандай болу керек? Тізеден, жаңа айтып отырсыз ғой, тізеден төмен болу керек. Иә, офистық киім туралы айтып жатсыз, иә? Бұл негізі классикалық киім, офистық киімге келетін болсақ, әрине өзінің стандарттары болады. Оның белдемшесі тізеден төмен немесе қара шалбар кисеңіз болады. Және де аксессуарлары минималды болу керек. Мойны жабық деген сияқты, водолазка кисе де болады деген сияқты ғой. Ал енді қазіргі кезде кездесіп жатады, енді қыз келіншектермен кешірсін, ерсі болып естілсе, тек тізеге жетпейтін көйлектер киіп жатады. Кеңсеге қысқа. Негізі әр жұмыс орны өзінің стандарттарын айтады. Мысалы, мен бұрын істеген жұмыс орнымда джинсы деген киімді мүлдем жақтыртпайтын. Сол сияқты өзінің стандарттары болады. Тізеден төмен болу керек, немесе тізеге дейін болу керек, жабық болу керек. Классиканың өзі ол тізеден төмен немесе трапециялы келген белдемшелерді талап етеді. Жақсы, Жібек, келіп осындай жиынтықтарыңызбен, кеңестеріңізбен бөліскеніңізге үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз.